Ассалаумағалейкум ағайын. Жауһар деген бір кісіге келдім. 4 баласы бар. Ассалаумағалейкум. Жауһар осында ма? Иә, осында. Мына қыз неге жылап отыр? Видеоны түсіргенге түспеймін. Түспей ақ қойсын, керек емес. Түспейді. Ерте сабаққа дайындалып. Иә, түспей ақ қой. Жуамыз. Қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Мына кішкентай қыз. Тірі күшті ғой. Қалайсыздар? Сәлем. Қалайсыздар, амансыздар ма? Шүкір, аман есен. Сіздікі ма? Аха. Жауһар. Жамбыл. Тараздансыз ба не? Меркіден, иә. Меркіден ба? Қанша? 4 бала бар, сізде? Иә. Үлкені нешеде? 16-ға келеді осының несінде. 16-ға? Кішкентай ше? 3-те. Қайсысы ол? Мына қыз ба? Аха. Мынау 3-те ме? Айкөркем. Мына қыз ба? Мен 3-те. Ушымыз. Сонда неше қыз неше ол сонда? 4 қыз ғой. 4 қыз ба? Жаңа бір үйге бар, 4 ұл бар екен. Сізде 4 қыз. 4 қыз менде. Машалла. Күйеуіңіз не болды? Күйеуіңіз қайда? Расторжение брак. Ажырасып кеттіңіз бе? Қашан ажырастыңыз? Уже 2-ші жылға кетті. Ту. Неге 5-еу ту? Менікі шығар біреусі. Біреусі менікі шығар. Сіздікі удостоверение. Өзіңді кетіп қалған шығар, может. Қанша болды ажырасқандарыңыз сонда? Былтыр жыл майда ажырастық қой деймін. Не болды? Басқа келіншекке кетіп қалды. Осы Алматыда стройкада істеп жүріп. Осы болды. Танысып, сонымен Шымкенттің қызы екен. Алып кетті әйтеуір. Шымкенттің қызы алып кетті ме? Или жігіт өзі кетіп қалды ма? Енді білмеймін ғой. Қалай кеткендерін әйтеуір кетті ғой. Не ма? Пособие аласыңдар ма? 55 мың аламын. 4 балаға ма? 40 мың теңге аламын. Кете берсін. АСП алмайсыңдар ма? АСП алмаймын. Мынау бір-ақ комната ма сонда? Иә, осы. Осы ма? Кухня қайда? Осы бәрі, міне осы жерден ішеміз, осы жерден жатамыз, осы жерге тұрамыз, киінеміз, осы жер бәрі. Қалай сонда бір комната осында? Осында, ана бетте көршілер тұрады. Как он малогабариткаға ұқсамайды ғой, мына? Білмеймін, уже 3-ші жыл тұр, 4-ші жылға кетіп жатыр уже. Қанша төлейсіз ма? 60 мың. 60 мың? Бір-ақ комната ма сонда? 4 бала өзіңіз сосын? Еще бір бабушкамыз бар, орыс бабушканы осыдан 13 жыл бұрын приютила, көшеде жүрген кезде. Сол бабушкамыз бар, еще 66-та. Солда тұра ма еді? Ты приютила? Да. Почему? Қыздарымның қарасын деп. Кезінде мерке тұрған кезде ана таможнядан товар шығарып. Қазақ апа ма? Орыс апа ма? Орыс кемпір. Осы жерде келіп тұра ма енді? Бірге тұрасыңдар тоже? Нешеде ол кісі? 66-та. Тоже туысы кішкене жалғыз өзі сонда? Жоқ, туыстары бар, просто ана қыздар ұрып қуып жүрген ғой сол кезінде. Бешері. Алимент төлемей ма? 40 мың төлейді. 40 мың төлейді? 40 мың береді. Холодильник істеп тұр ма? Холодильник істейді, аха. Бала біреу ғана сонда неге барады? 2 бала мектепте барады? Үлкен неде? Студент қой. Қай жерде оқиды? Мына үйдің қасында колледжде, сервис колледжде оқиды. Сабағы қалай, жақсы ма? Жақсы айтып едім, нормально. Бірақ грантпен түсті биыл. Жұмыс өзің істейсің ба жұмыс? Мен массажистпін негізі өзім. Массаж? Қыз диплом массажист, бірақ қазір данный момент. Мына кісілер клиентім осы, үйге не қағанда жасаймын иногда. Бір 10 шақты клиентім бар. Атың кім сенің, әй? Красавица. Айтса атыңды. Апай деймін өзі. Ей жаныз. Айтса атыңды. Деқі. Ай, көркем. Халқыма алғысым шексіз, рахмет Хадия қорына. Өйстіп көп баланың көмектесіп жатқандарына. Рахмет сіздерге.